Ассалаумағалейкум, ой түрткеннің көрермендері, армысыздар, барлықтарыңызға түн тыныштығын сыйлағай. Бүгін 28 қараша жұма, тақырыптағы да Украина соғысы жайында. ақш Украина мен Ресей арасындағы соғысты реттеудің 28 тармақтан тұратын бейбітшілік жоспарын жасап, оны Еуропа одағы Украина және ақш қайталай талқылап, соңында 22 тармақтан тұратын бейбітшілік жоспарын жасаған сәтте және оған Украина тарапы үлкен жақтан келісетінін аңғартқан кезде әлем елдері Ресей мен Украина арасындағы 4 жылға жуық жалғасқан соғыс тоқтауы мүмкін деп үміттенген еді. ақш тарапы да осы реткі бейбітшілік жоспары жүзеге асу мүмкіндігі өте жоғары деп бағалаған болатын. Сосында осы 22 тармақтан тұратын бейбітшілік жоспарын Ресейге де жіберген еді. Әрі осы жоспарды талқылау үшін келер аптада ақштың делегациясы Мәскеуге баратыны да айтылған. Алайда Путиннің жақындағы мәлімдемесі осы үміттің де күлін көкке ұшырғандай. Яғни Бішкекте өткен ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының кезекті жиналысында Ресей-Украина соғысына қатысты пікір білдірген Путин жуық арада соғысты тоқтатпайтын сыңай байқатты. Еуропа одағына мүше мемлекеттер Ресей Еуропаға шабуыл жасайды деп қауіптенеді. Біз ешқашан Еуропаға шабуыл жасамаймыз. Олар бізден жазбаша кепілдік сұрап отыр. Оны біз беруге дайынбыз. Украинамен келіссөз өткізуге де дайынбыз. Біз қазір ақштан келетін делегацияны күтіп отырмыз. Ең маңыздысы, территория мәселесі толық шешілмей, соғыс тоқтамайды. Атап айтқанда, Украина әскерлері Донбастан әскерін әкетпесе, біз оларды қуып шыққанша соғысамыз деп мәлімдеді. Осылайша Путин Украина өзінің жерінен өз әскерін әкетпесе, соғысты ертең бүгін тоқтатпайтынын әлем елдер алдында ашып айтты. Сонымен қатар ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының атқарған жұмыстарына да тоқталған ол. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы қазір халықаралық қауымдастық алдында үлкен беделге ие. Біз оның алдағы уақытта функциясын ұдайы жетілдіре түсуіміз керек. Ұйымға мүше мемлекеттерді Ресейдің осы заманғы озық қарулармен қаруландыру жұмысын қауырт қолға алуымыз керек деп сөз сөйледі. Әрине, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы құрылған кезде 9 мемлекет мүше болса, қазір ол сан кемейіп, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Беларусь елдері ғана мүше болып тұр. Осыдан бұрын осы ұйымға мүше болып келген Армения Қарабақ қақтығысынан кейін ұйымның барлық жиналыстарына қатысудан және ұйымға жарна төлеуден бас тартып отыр. Армения қазірге дейін ұйымнан шығатынын ашып айтпаса да, көп ұзамай бұл ұйымнан кететінін бүкіл халықаралық сарапшылар да айтысуда. Міне осы тұрғыдан алғанда Ресейдің ықпалындағы бұл ұйымның аты бар, заты жоқ ұйымға айналуы бек мүмкін деген болжамда айтылуда. Бішкектегі жиналыста Иманғали Тасмағамбетов ұйымның бас хатшылық қызметінен кетті. Оның орнын қырғызстандық азамат алмасты. Яғни Иманғалидың 3 жылдық қызмет өтеу мерзімі толды. Жалпы Иманғали ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының бас хатшылық міндетін өтеген кезде өте күрделі мәселелермен бетпе-бет келді. Әзербайжан мен Армения арасында қарулы қақтығыс туылды. Ресей Украинаға басып кірді. Ресейдің ықпалындағы ұйым болғандықтан кейде Украинаны айыптай сөйлеуге де тиісті болды. Сосында қазір Иманғалиді ресейшіл азамат ретінде Украина тарапы да айыптап отыр. Қысқасы, Бішкектегі Путиннің мәлімдемесі бүкіл әлемді таңғалдырды. Қазір ақштың өзі де айран асыр болып жатқан болуы мүмкін. Өйткені осыған дейін Ресейдің ығына жығылып, қалайда соғысты аяқтатуға әрекеттенген Трамптың
тағы да бетін Ресей өзі қайтарып отыр. Яғни Трамп ебін тауып бүйрегі бұрылып тұрса да, Ресей оның соғысты тоқтату жөніндегі жоспарын атқара қоймайтынын да ашық аңғартты. Кейбір деректерде Путиннің мәлімдемесінен кейін ақш тарапы Украинаға көмекті күшейту жөніндегі мәселені талқылай бастады деген ақпаратта айтылады. Бірақ бұл ақпарат әлі расталған жоқ. Дегенмен келер аптада ақштың делегациясы Мәскеуге келіп, Ресей тарапымен ақш ұсынған 22 тармақты бейбітшілік жоспарын талқылайды. Бірақ Путин айтқандай, мәселе өзгермейтін болса, онда бұл ретке келіссөзден де нәтиже шықпайтыны анық. Оның үстіне бүгін Украина тарапы да қатаң мәлімдеме жасады. Атап айтқанда, Андрей Ермак Украина бейбітшілік үшін өзінің территориясынан бас тартпайды деп мәлімдеді. Зеленский президент болып тұрған кезде Украинаның жерін бөліп әкететін ешқандай келісімге қол қоймайды. Оған біздің заңымызда жол бермейді. Біз заңымыз жол бермейтін құжатқа қол қойып, тарих алдында, халқымыз алдында, еліміз алдында қара бет болмаймыз деп мәлімдеді. Демек, Украина тарапы да Донбастан әскерін әкету ісіне түбегейлі қарсы. Жалпы осы ретке ақштың 28 тармақтан тұратын бейбітшілік жоспары жарияланған кезде Украина тарапы ақшты ықтай жалдап келісетін сыңай таныта отырып, өзінің талаптарында өткізе білді. Бірден ақшқа қарсы шығып, ақштың қырына ілініп қалудан қатты сақтанды. Яғни бұл ретке бейбітшілік келісіміне қатысты позициядан алып айтқанда, Украина өте ұтымды тәсілдерді қолданды. Енді міне мәселенің чиі тағы да Путин тарапынан шығып отыр. Яғни ақш ұсынған келісімнің орындалмауына алдағы уақытта Ресей тарапы кедергі болатыны қазірдің өзінде белгілі бола бастады. Демек, алдағы уақытта ақштың Ресейге болған саясаты қайтадан өзгеруі мүмкін. Әрине, Трамп әлі де ақсақтың аялына бағып, Путиннің райынан қайтуын күтетін шығар. Дегенмен ақштағы басқа да саясаткерлер, ақш халқы алдағы уақытта Трампқа үлкен қысым жасауы да әбден мүмкін. Өйткені Ресейді дипломатиялық құлшыныстар емес, қарулы күш қана тоқтата алатынын бүкіл халықаралық қауымдастық нақты түсініп отыр. Осыған байланысты Еуроодақ елдері Ресейден төнетін қауіпке қазірден бастап дайындалып, кейбір қатаң қадамдарға барудың да жоба жоспарын жасап жатыр. Тағы бір айта кететін маңызды мәселе, Бішкектегі мәлімдемесінде Путин Ресейдің Покровск қаласын жаппай қоршау қалғанын тағы да айтып қалды. Жалпы Ресей біз Покровск қаласын өз бақылауымызға алдық деп, осыған дейін де 5-6 мәрте мәлімдеме жасаған болатын. Бірақ соның бәрі өтірік болып шықты. Енді міне Покровск қаласын Ресейдің толықтай басып ала алмағанын Путиннің сөзі де растап тұр. Егер Украина күштері Покровскідегі маңызды бекіністен өздігінен шегінбейтін болса, онда біз қан қасап соғыс арқылы қуып шығамыз, деді Путин. Демек, Покровск мен Минигород қаласында алдағы уақытта қанды шайқас әлі де жалғасатыны анық. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.